Баршаңызға сәлем, сіздермен Үрбіш. Қазіргі таңда күн суып кетті ғой, сол кезде осындай бір тойымды, ащылау, тәбет ашатын ыстық салат дайындайық. Бұл жапондық салат немесе хэ деп аталады. Әуелі біз осылай етімізді осы видеодағыдай етіп кескілеп, ұзынша және жұқалау етіп турап аламыз. Кей жағдайда етті толықтай қайнатып алады, ол да болады, бірақ пісірсеңіз де болады. Енді табаны отқа қойып, аздап сұйық май құясыз. Әрине оттың асты жоғары тұрады. Еттерді салып қуырып басаймыз. Мендегі ет тұздалған болғандықтан бастапқыдан жаңағыдай тұзды аз қосамын. Бір шай қасықтай жетеді. Одан кейін соевый соус міндетті түрде құйыңыздар. Ол етте жұмсақтық және ерекше дәм береді. Одан кейін ащылау болған қаласаңыздар, менде осындай бір ащы дәм беретін, жаңағыдай гүр лағмандарға қосатын приправа бар. Мен содан қосамын және паприка қосамын. Сонда ет өзіндік ерекше дәмі бар, ащы дәмі бар, сондай әдемі болып піседі. Міне осылай майға шыжғырылып жатқанда мен орташа отқа қоямын, немесе орташадан сәл төмен отта өзінің сөлінде 8-10 минут аралығында толықтай пісіп шығады. Міне менің еттерім пісіп шықты. Келесі көкөністерді турап аламыз. Менде осындай игілік пышақ бар. Осы қияр әдемі болып көрінсін деп осы пышақпен кестім. Тура осы видеодағыдай қатты жұқаламай, жаңағыдай ұзынша етіп кесуге тырысыңыздар. Қиярды бөлек ыдысқа салып, үстіне осылай бір шай қасықтай тұз салыңыздар да, жақсылап араластырып жіберіңіздер. Жаңағы тұз қосылғаннан кейін қиярдың өзінің суы шығады. Біз ол суды төгіп тастаймыз, яғни салатта қосқан кезде жаңағыдай бүкіл дәмдерінің барлығы суға өтіп кетпеу үшін біз суын төгіп тастауымыз қажет. Осылай үстінен бір бастырып қойыңыздар, бір 20 минут тұрса болады. Келесі кезек түрлі түсті жаңағыдай тәтті бұрыштарда мен сары және қызылды пайдаландым. Оны да осылай ұзынша етіп турап алыңыздар. Ал сіздерден 1 секундтық ғана өтініш, осы видео барысында каналға подписация етуді ұмытпаңыз және достарыңызбен де бөлісе жүріңіз. Пиязды да дәл солай тураймыз. Қарап отырсаңыздар, мен қатты ұсақтаған жоқпын. Тура болгар бұрышының көлемінде етіп турап жатырмын. Бізде соңғысы қызанақ. Қызанақ қазір енді теплицаның қызанағы ғой, күн суығаннан кейін кішкене қаттылау болып келеді. Бірақ сонда да мен мына ортасындағы қатты су шығып кететін жерін алып тастаймын да, яғни қызанақтың тек қана жақсы қатты етті жерін ғана қалдырамын. Жоғарыда айтып өтіп кеткендей, жаңағыдай салаттың суы көп болып кетсе, салатқа қосқан дәмдеуіштеріңіз, ащы бұрыштарыңыздың көбісі суға өтіп кетеді, сіздің салатыңызда дәмі аса қатты шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан да осылай мен ортасын алып тастаймын және сіздерге де кеңес беремін. Оны да осылай ұзынша етіп турап алыңыз. Ал енді қазанымызға сұйық майды құйып, жақсылап қыздырып, пиязды салып қуырып бастаймыз. Пияз бізде қатты жаңағыдай қуырылып пісіп кетпеу керек. Пісіп кеткенде де жұмсарып, солып кетпеу керек те. Сондықтан бір пиязды 4-5 минут шамасында қуырасыздар. Мен пиязды осылай алдым, жаңағыдай ауызға салған кезде кірт-кірт болып тұрады, бірақ ащы дәмі сезілмейді. Үстіне болгар бұрышын қосамыз. Жақсылап үстіне бір шай қасықтай тұз сеуіп жіберіңіздер, жақсылап араластырып жіберіңіз. Енді болгар бұрышына да осы жерде соевый соус қосып жіберуге де кеңес беремін. Одан кейін осы соевый соустың кішкене ащылау дәмін алу үшін құм шекерді қосуды кеңес беремін. Жақсылап араластырамыз. Оны да жоғары отта бір 3 минуттай, болгар бұрышын салғаннан кейін бір 3 минут жетеді. Аса қатты пісіп езіліп кетпеу керек. Енді ас көктем, петрушка, кинза, көкпияз қалағаныңызды пайдалана бересіз. Мен петрушканы ғана пайдаландым. Енді қиярға қарайық. Қараңыздар, артық суы шыққан. Осыны қазір төгіп тастайсыз да, енді барлық ингредиенттерін бір ыдысқа жинаймыз. Салат үшін керемет заправка дайындаймыз. Ол үшін тағы да соевый соус немесе бальзамический соус пайдалансаңыздар болады. 2-3 қасық соустың үстіне қайнап тұрған ыстық су құясыз және ашылығын алу үшін 2 шай қасық құм шекер қосып жіберіңіз. Құм шекер ерігенше араластырасыз және қара бұрыш, қызыл бұрыш, аздап тұз, дәміне қарай соевый соусты құйып, жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін бірденнен тарелкаға салып ұсына берсеңіз болады. Бұл жалпы болгар бұрышы қазір менде ыстық болып тұр, ет те ыстық болып тұр. Ыстықтай ұсынсаңыздар өте тойымды салат және көріп тұрғандарыңыздай дәрумендерге де бай салат. Егер де сізге ұнаған болса немесе алып қосар пікірлеріңіз болса, төменде комментарийда күтемін. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Видеомен бөліскен Үрбіш Әмірқызы, келесі айдарда кездескенше сау аман болыңыздар.